Ақмола облысында сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін жаңғыртуға мемлекетке қайтарылған активтер есебінен 1,4 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаражат Бурабай ауданы мен Щучинск қаласындағы 4 инфрақұрылымдық жобаны жүзеге асыруға бағытталады. Жоспарға сай, қатар көл маңындағы балаларды сауықтыру орталықтарының су құбыры жүйелері жаңартылады. Щучинскіде магистральдық құбырлар салынып, жаңғыртылады. Су бұру нысандары жөнделіп, кварталдар ішіне кәріз жүйелерін тартылмақшы. Бір қарағанда, бұл кезекті инфрақұрылымдық жоба сияқты көрінуі мүмкін, бірақ оның астарында бұдан әлдеқайда үлкен маңызды дүние бар. Есіңізде болса, бірнеше жыл бұрын қайтарылған активтер деген ұғым көбіне сот, тергеу және ірі экономикалық істермен ғана байланысты болатын. Ал қазір жағдай өзгере бастады. Заңсыз шығарылған активтер мемлекетке қайтарылып қана қоймай, олардың қаражаты елдің әлеуметтік экономикалық дамуына бағытталуда. Бұл президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасы екенін айта кетейін. Мемлекет басшысы заңсыз иемденілген активтерді елге қайтару ғана емес, олардың халықтың игілігіне қызмет етуі керегін бірнеше рет атап өтті.